Саламатсыздар ма достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Майда Қасымбек. Мен Түркияда тұрамын. Сонымен достар, бүгінгі видеомда мен сіздерге Түркияда өмір сүрудің 10 минусын айтқым келіп тұр. Яғни Түркияда өмір сүріп жатқан біздер үшін және жергілікті халық үшін жағымсыз жақтарымен таныстырғым келіп тұр. Ең бірінші менің жақсы көрмейтін жағымсыз тұсы Түркияның бұл мұнда көпшілік адам темекіні шегеді, яғни көп темекі шегеді. Әйелдерді, еркектерді өзім бірінші жылы келген кезде өте таң қалғанмын, ұялмайды. Әке-шешелері де аталарының, әжелерінің, қайынағаларының алдында бәрі бірігіп отырып, семейный болып темекі шегіп отыра береді. Маған басында өте шок болған. Қазір үйленіп те қалдық, бірақ оның өзінің тарихы бар екен. Мен оның тарихын былай естідім. Осыдан 30-40 жыл бұрын мынау дүниежүзіндегі үлкен корпорациялар бар емес пе, Филипп Моррис, Мальборо деген олардың маркетингтік рекламасының арқасында бұлардың әбден санасына сіңдіріп қойған екен да. Мысалы үшін 70-80 жылдары үйге қонақ келгенде бұлар сумен орамал емес қолдарына темекі ұсынған екен. Соншалықты адамның, халықтың санасына сол темекіні құрметті етіп орнатқызып қойғаны, яғни көргендеріңізде ол әлі күнге дейін сақталған. Екінші минусы Түркияда маған ұнамайтын мынау көшелердегі көлік жүргізушілердің мәдениетсіздігі. Бұл өзі ескі қала болғаннан кейін, мен өзім Измирде тұрам, көшелер өте тар, көліктер өте көп, және мынау құралдарға бағынбайды жүргізушілер, құралдарға мүлдем бағынбайды. Мен әлі күнге дейін светофорды түсінбеймін. Қызыл жанып тұрса да өтіп жатады, түсініксіз. Өзім Дубайда көлік айдаған адаммын, Қазақстанда көлік айдаған адаммын, бірақ Түркияда мен шынымды айтайын қорқам. Өйткені 2 балам бар, жалғыз өзіме ғана емес, 2 балама да жауапты болғаным үшін жай қоғамдық көлікпен-ақ жүре берейін деп шешкен болатынмын. Келесі үшінші маған ұнамайтын жағы бұл бүткіл Түркия бойынша мынау орталықтандырылған отопление жүйесі. Бұл жерде жоқ. Көрдіңіздер ме? Мына мен алғашқы жыл келген кезде жаңа үйден жалдадым үйді. Жаңа үйлерде енді газбен ысытылатын жүйесі бар. Ол да зданияның ішінде әрбір семья, әрбір отбасы өзі жағып, өзі ысытады. Ал менің көршілерім болған ескі үйлерде өте көп. Ескі үйлерде мысалы ол жақта тіпті отопление деген нәрсе жоқ. Олар қыстың күні үйлерін тіпті кондиционермен ысытады. Кондиционер ол электроэнергиясын қуатымен жұмыс істеген үшін күнделікті 24 сағат бойы оны ашып қоя алмайды. Тек тоңған кезде ашып қояды, сосын басқа уақыттарда ол жабық болады. Өзімнің таң қалғаным соншалықты, яғни бізде ондай жоқ қой. Оның несін білмейміз, мысалы зауқыметін білмейміз. Орталық центральный отопление системамыз бар, уақытында жағылады, уақытында қосылады, өшіріледі. Бұл жерде ондай жоқ. Мен сол алғашқы жылдар көрген кезде сол көршілердің дірілдеп, бір бөлмені ғана ысытады, ол сосын коридорға шықсаң немесе ваннаға шықсаң қатып қаласың тура. Соны қатып қаласың. Бұл да бір минусы. Ол қазірдің өзінде де тіпті жаңа үйлердің өзінде де мысалы мұнда газ қымбат, электроэнергиясы қымбат, сондықтан да көпшілік оны үнемдеуге тырысады да, 24 сағат бойы қосалмайды. Қосалмағандықтан кәдімгідей мынандай басына шапка киіп алып, куртка киіп алып үйдің ішінде отырған көп адамдарды көрдім, көп отбасыларды көрдім. Келесі төртінші кемшілігіне тоқтайтын болсам, ол мынау мусор. Қала өзі жергілікті орналасқан жер өте әдемі. Мен Измир қаласында тұрамын. Теңіздің жағасында болсын, парктерде болсын, жергілікті халықта шемшік шағу өте үлкен әдетке айланып кеткен. Килограмда болады да, парктерді бар, кәдімгі шағып жерге тастай береді да. Сонымен басында алғашқы жылдар ойлайтын, мыналар неужели бір пакет алып шығып, соған жинап салса, өйткені мында үйіп шығады ғой, үйіп шығады да, сол тастап кете салады. Теңіздің жағалары қандай әдемі, бірақ барсам шемшкенің қабықтары болсын, темекінің қалдықтары болсын, үйіліп жатады. Тіпті қаланың өзінде, қаланың қақ ортасында осы жағынан. Келесі кемшілігі, қараңыздар, егерде отбасымен шетелдіктер үшін біз сияқты жаңағы келдік қой, мен өзімнің 2 балам бар, бұл жерде балалар үшін бір қиындығы мынау мәдени
жертва өз мәдениетін құрбан ету, яғни өз мәдениетінен алшақтап қалу мен өзімнің басымнан кешірдім. Дәл қазір менің 2 балам бар, олар түркше мектепке барады, ағылшыншасы жақсы, түркшесі жақсы, бірақ олар бәрібір өзінің отанын, өзінің ана тілі болған қазақ тілін, бауырларын, туыстарын сағынады, сағынады. Сосын жаңағы қаншама той, мереке, біз Қазақстан тойды, думанды жақсы көретін халықтарымыз, жиынды жақсы көретін халықтарымыз, солардың бәрінен алшақтап қалады. Сосын өзінің тарихын, өзінің тілінен алшақтап қалады да, мен осында өте үлкен кемшілік екенін ұқтым. Мысалы, өз балаларым қарап тұрып, мен кейде ойланып кетемін, мен дұрыс жасадым ба, жоқ әлде мен бұрыс жасадым ба, бұларға көп нәрсе беріп жатырмын ба негізінде, жоқ әлде көп нәрсені алып қойдым ба деп өз-өзімнен сұрақ қоямын. Келесі кемшілігі маған ұнамайтын, бұл 6-шы кемшілігі, қараңыздар, мұнда мына бензин және ет өнімдері өте қымбат. Өте, мысалы, дәл қазіргі кезде ет 1 кило етті 6,5-7 мың теңге, яғни 300 лираға дейін барды, және де бензин литрі оның 27-30 лираға дейін жетті. Ол деген сөз өте қымбат. Соңғы 2 жылда бұл 2 маңызды өнім бірден бағасы өсіп, шындығын айту керек, аптасына бір рет ет жесек жейміз, әйтпесем жей алмайды халқы келдік. Біздің өзіміз солай жергілікті мүлдем ет жемейтін халықтарды көрдім. Әрине бұлардың бақытына орай бұл жерде себзелердің 4 түрі бар, жемістердің 4 түрі бар, тамақтың да 4 түрі дайындау тәсілдері бар. Соның арқасында мысалы күн кешіріп жатыр көпшілік халық, яғни орта дәрежедегі немесе одан орта дәрежеден әлеуметтік деңгейі төмен халықтар. Келесі 8-ші маған ұнамайтын кемшілігі мынау соңғы коронадан кейінгі бірден өсіп кеткен инфляция. Инфляция, яғни тауарларға, қызметке, яғни өмір сүру бағасының күрт өсіп кетуі. Мен өзім осында 6 жыл бұрын келіп мұғалім болып жұмыс істеген кезде менің жалақым мысалы $1000 болады, ол менің барлық нәрсеме жететін, тамам одан жетіп артылатын, жалдамалы пәтеріме де, тамаққа да, киімге де, балаларыма бәріне жететін. Ал қазір сол мұғалімдердің жалақысы ең төменге түсіп кетті да, ең минимальный зарплатаның деңгейіне түсіп кетті. Яғни алған айлығың жалдамалы пәтерге де жетпейтіндей болып қалды. Көрдіңіздер ме? Инфляция 300-400-ге жоғарылап кетті. Ода сенің айлығыңды 2 есе, 1,5 есе көтергенмен ол орнын баспайды. Бұл өте үлкен кемшілік. Бұл әрине 2020-дан кейін орын алған үрдіс. Одан бұрын барынша жақсы еді. Келесі өте маңызды бір себеп, яғни өте үлкен бір минус кемшілік, бұл жер сейсмозона, яғни жер сілкіністерінің жиі болатын жері. 2020 жылы мен өзім 7 балдың үстіндегі жер сілкінісінде осы Измирде болдым. Яғни сол кезде бұл өте қорқынышты бір жағдай. Білесіздер, қаншама үйлер Измирдің өзінде жермен жексен болып қалған. Білесіздер, жуырда ғана Түркияның шығыс жағында қандай қияметтің болғанын. Сондықтан шынымды айтсам, өз басым, мен ғана емес, қазір бүткіл осы Түркия халқы, теңізге жақын жерде тұратын халық қорқынышпен жасайды, яғни барлығының жаңағы таулы жерлерге немесе жері қатты немесе ауылдарға көшу үрдісі де басталды деп айталамын. Келесі тағы бір кемшілігі бұл жерде мынау сұлулық саласында деп айталамын. Сұлулық саласында шыны керек, бұл жерде маған ұнамады. Неге десеңіздер, мамандар, сұлулықты жасайтын мамандар көбінше әйел адамдар ғой. Сондықтан мен өзім бардым, шашымды қырықтыруға, немесе макияж жасатуға, немесе тырнағымды, аяғымды жасатуға бардым. Ешбір шынымды айтайын, мәз риза бола алмадым, өйткені жасай алмайды. Сондықтан бұл жердегі, мысалы, біздің өзіміздің СНГ-ден келген әйелдер, қыздар, сол жақтан келген мамандарды іздеп тауып, солардың қызметін алуға жүгіреді. Ал бұл жердің жергілікті жаңағы айтылған мамандықтар, айтылған қызмет түрлері расында да ақау, яғни осал деп айтсам болады. Және жалпылама бұл жердің өзі әйелдері біз сияқты көп ондай сұлулық жерлеріне бармайды екен. Мен өзім сол үрдісті байқадым. Өздеріне бір сенімділіктері жоғары ма? Бізде енді мынау қасымызды, кірпігімізді боятып, өсіріп, сондай жақсы көреміз, жас көрінгіміз келеді, тырнақтарымыз, қолдарымызды ылғи да бір ухоженный қылып ұстағымыз келеді ғой. Бұл жақта ол үрдіс өте аз.
сондықтан болар мүмкін бұл жақта жаңағы сол сұлулық индустриясына деген қызығушылықтың аз болғаннан жаңағы сервистің де сапасы төмендеу деп ойлаймын. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, өтініш, каналыма тіркеліп лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл сіздерден маған деген үлкен қолдау және үлкен мотивация, келесі видеоларымның туындауына апаратын үлкен даңғыл жол. Рахмет, көріскенше.